Жұмыс барысы осылай бірінші аяқ киімді аяқтадым. Және осындай гүлмен сәндеймін. Осындай 3 күлтемен сәндеген әдемі көрінді. Үлкен заказ беріп қойыппын. Енді үлкен моншақпен қалай шығатынын көремін. Толық аяқталғанда әдемі сияқты. Мен 8 миллиметрлік моншаққа заказ бердім, бірақ 6 миллиметрлік моншақ алуым керек екен. Және де осындай моншақтың түрлерін алдым. Тағы да ойымда осындай аяқ киімді сәндеудің, моншақпен сәндеудің бір идеясы бар. Соны жасайтын боламын. Ұнаса, дәл солай кейінгі аяқ киімдерді тоқитын боламын. Мынау қазір былай тұр ғой, ал осындай гүлді қойған кезде ерекше әдемі болады. Әдемі шығады, қарасаңыздар. Бұл аяқ киімді осылай табанына тағы қосымша бір қабат тоқыдым. Клиенттің тапсырысы бойынша табаны қалыңырақ болған қалады. Осылай 38 размерде. Енді осылай тоқып аяқталу үшін маған 2,5 сағаттай керек. 2,5 сағатта аяқтайтын боламын. Міне бірінші моншақтарды осылай жіпке өткізіп аламын. Былай моншақтарды қосып тоқимын. Бұл түсіп қалмайды. Алты миллиметрлік моншақтарға тапсырыс беруім керек екен. Осы аяқ киімді аяқтаған соң, осы түстен дәл осыған ұқсас аяқ киім тоқитын боламын. Бұл екеуі де тапсырысқа. Содан соң жіптерім келсе, тағы да аяқ киімдерімді тоқып аяқтаймын. Тағы да менде 3 аяқ киім бар тапсырысқа тоқитын. Және де тағы да тапсырыстар бар. Оның бәрін сіздерге көрсететін боламын, қалай шыққанын. Осы біраздан соң сіздерге бұл аяқ киімнің толық қалай шыққанын көрсететін боламын. Қазір аяқ киім тоқимын осы табанға. Міне бұдан алдыңғы аяқ киім осылай аяқталды. Осыған ұқсаған аяқ киім тоқимын. Бұның моншақтарын сәл өзгерек қылмақшымын. Үлкен және кішкентай моншақтарды араластырып көрмекшімін. Бұлай жасап көрмедім. Енді қалай болар екен көреміз. Мынау 3 моншақты араластырып көремін. Мына моншақты көремін десем, бұл үлкен болып кететін сияқты. Сонда көрейік қандай болатын. Бірінші жіпке моншақтарды өткізіп аламын. Alize Extra жібін қолданамын. Осы аяқ киім тоқыған кезде әдемі көрінеді. Жіптің өзі жылтыр болғандықтан күшті көрінеді. Егер де андай жартылай жүнді жіптермен жылы болсын десе, Alize Lana Gold жібімен қолданса да болады. Ол жіппен де әдемі шығады. Маған осы Alize Extra жібін қолданған ұнады, өте әдемі шығады. Бұдан бұрын басқа жіпті қолданып тоқыған, бірақ ол жұмсағырақ болды.